Тәжірибе көрсетіп отырғандай, екінші деңгейлі банктер еңбек бағдарламасы бойынша ауылдағы өзін-өзі жұмыспен қамтығандарды және жұмыссыздарды несиелеуге құлықсыз. Мысалы, 2017 жылы Солтүстік Қазақстан облысында жұмыспен қамту орталығынан жіберілген қарыз алушылардың 110 өтінішінің екеуі ғана мақұлданыпты. Жаңа бастаған ауыл кәсіпкер үшін қиындық тудыратын кепілге қойылатын талаптың жоғарылығынан басқа несиелер физикалық тұрғыдан қол жетімсіз. Коммерциялық банктер өз менеджерлерін өңірлердің барлық бағытына, әсіресе шалғай ауылдарға жібергісі жоқ. Ауыл кәсіпкерлеріне бизнес идеяларды қаржыландыру үшін қайда жүгіну керек? Осы орайда бүгін біз ауылдағы қаржы институттары туралы айтатын боламыз. Бүгінгі күні ұлттық банк тізімінде 213 микроқаржы ұйымы бар. Қазагро холдингінің мәліметінше, еңбек бағдарламасының белсенді қатысушылары агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 202 несиелік серіктестік болып табылады. Бұл қаржы институттары республиканың барлық аудандарында ұсынылған және ауылдың әрбір тұрғыны үшін қолжетімді. Кредитное товарищество, сокращенно КТ, это самостоятельное юридическое лицо, где участниками являются фермеры и предприниматели на селе, организовавшие мини-финансовую организацию с целью предоставления простейших финансовых услуг и обеспечения финансовыми ресурсами. Қарапайым сөзбен айтар болсақ, бұл банктегідей капиталды біріктірмей, адамдарды біріктіретін қаржы кооперативі. Банк қызметін қолданатын клиенттер ауқымына еш шектеу қойылмайды. Банктен өзгешелігі несие серіктестерінің қызметін тек өз қатысушылары ғана пайдалана алады. Несие серіктестерінің жүйесі арқылы тек өсімдік және мал шаруашылығы ғана қаржыландырылып қоймайды. Сонымен қатар ауылдағы ауыл шаруашылығына жатпайтын бизнес ауыл өнімін өңдеуде қаржыландырылады. Имеется множество льготных программ кредитования, финансируемых государством на селе. Если отметить некоторые из них, это программа «Сыбаға Ирыс», реализуемая в рамках отраслевых программ развития мясного и молочного животноводства. Кең дала на проведение весенне-полевых и уборочных работ. Искер, реализуемая в рамках государственной программы «Еңбек». И имеется универсальная программа кредитования, такая как агробизнес. Соответственно, вступление фермера в состав участников кредитного товарищества открывает возможности и дает эти возможности получения финансирования почти по всем сферам, охватывающим сельскохозяйственную деятельность и несельхозбизнес на селе. Несие серіктестерінің байланыс телефонын, мекен жайын және басқа да байланыс мәліметтер тізімін аграрлық несие корпорация сайтынан табуға болады. Сонымен қатар байланыс ақпараттары Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінің несиелік серіктестіктер қауымдастығы сайтында бар. Осыған қоса, осы ресурста сіз несиелік кооперация тақырыбын жан-жақты зерттеуге көмектесетін көптеген материалдармен таныса аласыз. Бизнес идеяны іске асыруға тек 5 қадам жасау керек болады. Бірінші қадам – өз бизнесін әділет органдарында тіркеу. Басқаша айтқанда жеке кәсіпкерлік, шаруа қожалығы, фермерлік қожалық немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашу. Екінші қадам – аудандық жұмыспен қамту орталығына барып, оқуға жолдама алу. Үшінші қадам – кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалында бастау жобасы бойынша оқудан өтіп, сертификат алу. Бастау оқу бағдарламасы туралы қосымша ақпарат алу үшін нөмірі 1-ші сабақты қараңыз. Төртінші қадам – жарғылық капиталға жарна төлей отырып, несиелік серіктестікке кіру. Жарна мөлшерін алдын ала анықтап алу қажет, өйткені әрбір несие серіктестігінде әртүрлі. Бесінші қадам – барлық қажетті құжаттарды тапсырып, көздеген мақсатқа несие алу. При этом необходимо отметить, что участник кредитного товарищества получает кредит пропорционально своему вкладу и возможностям.
но не запрещается получать несколько кредитов по разным программам. Іскер несиелеу бағдарламасының мысалында қарастырайық. Якорлы кооперацияға қатысушылар үшін несие беру сомасы 8.000 айлық есептік көрсеткішке дейін, қалғандар үшін 2.500 айлық есептік көрсеткішке дейін құрайды. Якорлы кооперация бұл ұсақ және орта шаруа қожалықтарының қайта өңдеу кәсіпорындарымен және жүйе құраушы кәсіпорындармен серіктестігі. Несиелік серіктестікке қатысушы үшін сыйақы мөлшерлемесі жылдық 6%-дан аспайды, ал несие беру мерзімі 7 жылға дейін. Ауыл кәсіпкер үшін кепіл саясатының белгілігі үстемдік етеді. Сонымен қатар кепілмен қамтамасыз ету жеткіліксіз болған жағдайда кәсіпкерлердің несие сомасынан 85%-ға дейінгі мөлшерде қаржылық қолдау қоры кепілдігін алу мүмкіндігі бар. Кредитные товарищества принимают все виды имущества на селе, в том числе технику и оборудование, и биоактивы, скот, и так далее. Кредитное товарищество не ставит перед собой целью максимально заработать на передаче денежных средств в долг, так как финансирует своего участника. Резюмируя, можно сказать, что такие условия финансирования и такой принцип работы, как в кредитных товариществах, мало какой-либо частный финансовый институт в Казахстане может предложить. Микроқаржылық ұйымдар бұл жеке компаниялар. Олардың мақсаты халыққа жылдам аздаған соманы қарызға пайызбен беру болып табылады. Статистика бойынша 2018 жылы микроқаржылық ұйымдар несиелерінің 66%-ын ауылдық жерлерге, ал қалаға 34%-ын берген. Қазір сіз экраныңыздан 2019 жылы ең көп несие берген микроқаржы ұйымдарының топ 10-ын көріп отырсыз. Микроқаржылық ұйымдар несиелік серіктестіктер сияқты еңбек бағдарламасына қатысар және оны аграрлық несие корпорациясы қаржыландырады. Бағдарламаға қатысушы микроқаржылық ұйымдар тізімін корпорацияның сіздің аймағыңыздағы филиалынан немесе 5115 нөміріне қоңырау шалып білуге болады. Филиалдың мекен жайлары мен байланыс телефондарын корпорацияның сайтынан табуға болады. Микроқаржылық ұйымдардың несиесі тек ұлттық валютада беріледі және оның мөлшері 8.000 айлық есептік көрсеткіштен аспайды. Микроқаржылық ұйымдарда еңбек бағдарламасы бойынша несиелендіру шарттары несие серіктестердегідей 6% мөлшерлемемен 7 жылға дейінгі мерзімге беріледі. Микроқаржылық ұйымдардың кейбір несиелері банктерге қарағанда жоғары, бірақ микроқаржылық ұйымдарының өз артықшылықтары бар. Бірінші артықшылық. Қарыз алушыға ыңғайлы талаптар. Жас санаты 18-ден 75 жасқа дейін төлқұжаттың тіркелімнің болуы. Екінші артықшылық. Құжат пакетінің аздығы. Банктер сияқты түрлі анықтамалар мен басқа да құжаттарды ұсыну қажеттілігі жоқ. Үшінші артықшылық. Несиеге өтінім беру және ай сайынғы төлемдерді онлайн режимінде енгізу мүмкіндігі. Бұл қарыз алушыға уақытты ысырап етпеуге және несиені мақұлдауды ұзақ күтпеуге мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығы бизнесін дамытуға 2 миллион теңгеге дейін несие беру үшін несие ұйымының кеңсесіне бармай-ақ бірнеше минут ішінде несие алуға болады. Бұл үшін компанияға тек электронды сандық қолтаңба қажет. Микроқаржылық ұйымның төртінші артықшылығы – өтінімді қараудың айтарлықтай жылдамдығы. Сонымен, бүгін сіз қандай қаржы институттарында өз елді мекенінен тыс жерге шықпай-ақ бизнес ашу үшін несие алуға болатынын білдіңіз. Несие серіктестігі және микроқаржылық ұйымдардың екінші деңгейдегі банктер алдында көптеген артықшылықтар бар. Бұл олардың несиелерін кәсіпкерлерге барынша қолжетімді етеді. Келесі сабақтарда кездескенше.